тұлпар мініп туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын жыршы Қоныс Жүсіптің шаңырағынан алып, қоғам қайраткері, ұлт жанашыры, профессор Ерлан Арын ағамыздың отбасына жолдаймыз. Тоқтар тіккен ордаға, көлге біткен жекен деп, бүршігі жоқ тікен деп, үйде отырған кемпір шал жүгіре шықты далаға, жалғызым келген екен деп. Көзі түсті балаға, бірден жылап екеуі, баладан болды садаға. Шылауына шырмалды, шылбырына оралды, оң тізгінін қолға алды, Қобыландыны жетелеп, үйге алып кеп түсірді. Өлгенде көрген жалғызға шәрбаттың суын ішірді, және айналып толғанып, кезек-кезек қолға алып, Қобыландыны кемпір шал күн батпай-ақ жатқызды.